Bismillahirrahmanirrahim. Аса қамқор ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Уәттини уәззәйтун. Инжир және зәйтунмен ант етемін. Уатури синин. және Тур Синай тауымен ант етемін. Уәхәзәл бәләдил әмин. және осы бейбіт қаламен ант етемін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм туылған қасиетті Мекке қаласымен бұл анттар төмендегі аяттарды бекіту үшін айтылып жатыр. Лақад халақунал инсана фи ахсани тақвим. Ақиқатында адамды ең көркем бітімде жараттық. Бейнесін кәміл, дене мүшелерін лайық қылып, сымбатты, қажетті ішкі және сыртқы сипаттармен бірге жараттық. Осындай ұлы игіліктерді берген Алла тағалаға разы болып, оған алғыс айтудың орнына адамдардың көпшілігі шүкірсіздік білдіріп, уақыттарын бос істермен көңіл көтеруге құртады. Thumma radadnahu asfala safilin. Кейін оны төмендердің ең төменіне қайтарамыз. Аллах тағала оларды ең төменгі орынға, яғни тозақтың түбіне тастайды. Ол өз Раббыларына бағынбайтын, бойсұнбайтын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссаламға ермейтіндердің мекені. Иллаллазина аману ва амилус салихати фалахум ажрун гайру мамнун. Бірақ иман келтіріп, ізгі амал жасағандар басқа, оларға таусылмайтын сый бар. Бұл орыннан тек қана иман келтіріп, ізгі істер істегендер, әрі көркем мінезбен ерекшеленгендер ғана құтылады. Шегі жоқ сый, үзілмейтін қуаныш, есепсіз нығметтер бар. Фәмә юкәззибука бәъду биддин. Ал осыдан кейін есеп беруді өтірік деуге сені не итермеледі? Ей адам баласы, әрбір істеген ісіңе жауап беретін, есеп күнін мойындамай, теріске шығаруға сені не мәжбүр етті? Әлейсаллаху би ахкамил хакимин. Аллах тағала үкім шығарушылардың ең әділ үкім берушісі емес пе?